2023 жылғы 19 наурызда Қазақстан Республикасы мәслихаттары депутаттарының кезектен тыс сайлауы өтеді. Мәслихаттар тиісті әкімшілік аумақтық бөліністегі халықтың еркін білдіретін және оны іске асыру қажетті шараларды белгілейтін, сондай-ақ олардың жүзеге асырылуын бақылайтын жергілікті өкілді органдар. Мәслихат депутаттарының өкілеттік мерзімі 5 жыл. Мәслихат депутаттары жалпыға бірдей тең төте сайлау құқығы негізінде жасырын дауыс беру арқылы сайланады. Қазақстан Республикасының 20 жасқа толған азаматы мәслихат депутаты бола алады. Сот іс-әрекетке қабілетсіз деп таныған, сондай-ақ сот үкімі бойынша бас бостандығынан айыру орындарында отырған азаматтардың сотталғандығы заңмен белгіленген тәртіппен өтелмеген немесе алып тасталмаған адамның сыбайлас жемқорлық қылмыс және сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасаудағы кінәсін сот заңда белгіленген тәртіппен таныған адамның сайлануға құқығы жоқ. Облыстар, республикалық маңызы бар қалалар және Астана мәслихаттарының депутаттары аралас сайлау жүйесі бойынша сайланады. Бір тұтас аумақтық сайлау округінің аумағы бойынша пропорционалды өкілдік ету жүйесі бойынша депутаттардың жартысы, сондай-ақ бір мандаттық аумақтық сайлау округтері бойынша екінші жартысы сайланады. Аудандар мен облыстық маңызы бар қалалар мәслихаттарының депутаттары бір мандаттық аумақтық сайлау округтері бойынша сайланады. Республика бойынша барлық деңгейдегі 223 мәслихаттың 3415 депутаты сайланатын болады. Мәслихаттар депутаттығына бірінші партиялық тізімдер бойынша сайланатын кандидаттарды ұсыну құқығы саяси партияларға, екінші бір мандаттық аумақтық сайлау округтері бойынша сайланатын кандидаттарды ұсыну құқығы саяси партияларға, қоғамдық бірлестіктерге, сондай-ақ егер жарғыда тиісті өкілеттік көзделген болса, олардың құрылымдық бөлімшелеріне, филиалдары мен өкілдіктеріне және өзін-өзі ұсыну арқылы азаматтарға тиесілі. Аумақтық сайлау округі бойынша партиялық тізімдер бойынша сайланатын кандидаттарды бір саяси партиядан бір ғана тізімді тіркеуге жол беріледі. Онда әйелдер мен жастардың саны жиынтығы бойынша оған енгізілген адамдардың жалпы санының кем дегенде 30%-ын құрауға тиіс. Ешкім біреуден артық сайлау округінде кандидат болып ұсыныла алмайды. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.